Адыраспан түйе табандар тұқымдасына жататын көп жылдық өсімдік. Сабы мен гүлінде у болады. Ол сасық иісті дәрілік шөп болып саналады. Биіктігі 30-80 см. Тау бөткейлерінде, жол бойында, жазық далаларда өседі. Қазақстанда оның 3 түрі бар. Bir түрі шөл-шөлейтті, сортаңды жерлерде, әсіресе Шу, Іле, Сырдария, Сарысу өзендерінің бойында тақырланған жайылымдарда өседі. Оның сабағы бұтақты, салалы тамыры 10 метр тереңдікке жетеді. Гүлі ақ-сары түсті. Мамыр, шілде айларында гүлдейді. Биология ғалымдарының кандидаты полинолог Сайда Нығметова бұл шөп осыдан 2000 жыл бұрын халық арасында кеңінен қолданыста болғанын айтады. Адыраспанның бұтағы, жапырағы мен гүлі емдік мақсатқа пайдаланылады. Атақты ғалым дәрігер Әбу Әли ибн Сина оны 8 көз қабынған кезде шаншуды басатын дәрі ретінде қолданыпты. Халықтың емшілері адыраспанды ревматизм, қышыма және басқа да тері ауруларын емдеуге пайдаланады. Оның шөбінен қайнатып жасалған тұнба суық тигенде безгек ауруларына, нерв жүйесінің әлсіреуіне және ұстама ауруларына ем болып саналады. Адамдар оның шөбін жағып, түтінімен бас ауруын емдейді. Әрі жұқпалы сырқаты бар адам жатқан бөлмені залалсыздандырады. Адамдар ежелден адыраспанның ұрығын зығыр тұқымымен қосып демікпені емдеген. Сондай-ақ қара немесе қызыл бұрышқа араластырып, теңге қотырға жағады және несеп жүргізетін, тер шығаратын дәрі ретінде де қолданады. Адыраспанды мың жапырақ гүлдерімен, кикотымен, шөп-шай гүлімен қосып қайнатады да, онымен асқазан сөлінің азаюын, яғни гепатит, гастритін емдейді. Адыраспан шөбінің қайнатындысы мен тұнбасы ауруды басып, адамды тыныштандырады. Сырқатты асқандырмауға, тер шығаруға көмектеседі. Тұнбасы суық тигенде пайдаланылады. Ал қайнатындысы ауыз қуысы мен тамаққа, суық тиген кезде ауызды шаюға, басқа да шөптермен қосып аяқты жууға қолданылады. Адыраспанды тас шөппен қараңдыз тамырымен қосып қайнатады да, радикулитті 8 көз неврологиясын емдеуге қолданады. Бұл ауруларды емдеген кезде жоғарыдағы қайнатындыны ішумен бірге шөбімен белді булау да жақсы нәтиже беретіні байқалады. Ғалымдарымыз адыраспанды зерттеу барысында оның құрамында гармалин бар екенін анықтаған. Ол антидепрессант. Дәрігерлер адыраспанды жүрек қағысын тұрақтандырып, оның құрамындағы гармалиннің гидрохлориді туберкулез қоздырғышына қарсы тиімді күреседі дейді. Сондай-ақ ол сал ауруы мен паркинсонды емдеуге қолданылады. Бұл шөптің құрамындағы пеганин демікпені емдеуде оң әсерін береді. Адыраспандағы дезоксипеганин гидрохлориді іш жүргізетін дәрі ретінде де қолданылады. Бұдан бөлек неврология, миопия және басқа жүрекке ауруларын емдеуге қолданылады. Шөптің құрамындағы пеганидин микробтарға қарсы күресуге мүмкіндік береді. Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті жанындағы институттың ғылыми қызметкері Эльмира Капсалямова адыраспанның емдік қасиеттері ғылыми түрде дәлелденген.